Құрметті Intel Price жүйесінің операторлары, бүгін сіздердің назарларыңызға тапсырыстар мен клиенттер деген парақтың негізгі функционалын қарастырып өтеміз. Яғни бұл парақты ашқан кезде күнделікті сіздің Каспий дүкеніңізге түсіп жатқан тауарлардың тізімі, тапсырыстардың нөмірлері, тапсырыстардың бағалары және клиент туралы ақпарат. Ең соңғы жағында мынандай WhatsApp деген графа бар. Бұл жерде назар аударсаңыз KZ, RU деп екі батырма шығып тұр. Мысалы, мына клиентке қазақ тілінде және орыс тілінде хабарлама жібере аласыз. Мысалы, бүгінгі түскен тапсырыстар бойынша ең бірінші хабарламаны жіберсеңіз, қазақ немесе орыс тілінде батырманы бассаңыз, Intel Price автомат түрде WhatsApp-та ашады. Егер компьютерде жоқ болса, WhatsApp-та орнатасыз, ал телефоныңызда WhatsApp жоқ болса, онда да WhatsApp болу керек. Яғни батырманы басқан кезде Intel Price жүйесі бірден клиенттің телефонына хабарлама жібереді. Құрметті клиент, сіз бізден тауар алған екенсіз, біз оны жедел жинастырып жібереміз деп, және біздің басқа да тауарлармен біздің мына сайтта көре аласыз деп хабарлама кетеді. Бүкіл түсіп жатқан тауарлар бойынша, саны бойынша мына жерде тауар тапсырыстар диаграммасы да бар. Бұны өстіп тапсырыстарға қарап отырып, әр клиентқа мынандай жіберіп отырған дұрыс. Ал енді біз неге бұны қолмен істеп жатырмыз? Ең басында, осыдан бәленбай жыл бұрын, ең бірінші осы WhatsApp-қа автомат түрде хабарлама жіберу деген қарқын шыққан кезде, бізде бұны автоматты түрде жасадық. Бірақ бұдан мынандай нәтиже болды. Тауар сатып алады ғой, көп дүкендер тауарын өзі өндірмейді. Тауарлары бойынша жаман пікірлер көп қалыптасып кетеді. Мысалы, бұрқылдатып автомат әр тапсырыс берген клиентке мысалы хабарлама жібере берсе, мысалы, мына тапсырысты алдыңыз, енді сол бойынша пікіріңізді қалдырыңыз деп. Пікір жазғысы келетін адам ол өзі жазады. Ал егер пікір жазғысы келмейтін адамға сіз хабарлама жібере берсеңіз, жаз деп, ол негативті пікір қалдыруы мүмкін. Одан кейін сіз автомат түрде жібергенде білмейсіз ғой, ол клиенттің сіздің тауарыңызға риза ма, риза емес пе, ол тауарыңыз жақсы жетті ма, жақсы жетпеді ме деген сияқты. Сондықтан біз автоматты жіберу әдісті өшіріп тастадық та, бәрін қолмен жіберетін қылдық. Осы дұрыс болды. Қолмен жібергенде де көп ештеңке баспайды. Басатын сол, мына жерде бір-ақ батырма бар. Қай тілде жібергіңіз келеді, сол тілдің батырмасын таңдайсыз да басасыз, жүйе жібереді. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, яғни тапсырыс бойынша клиентке хабарлама жібердіңіз, содан кейін бәленбай күннен кейін, мысалы, өткен айдың күндерін алсақ, мысалы, клиент ол тапсырысыңызды қолына алды. Онда мына жерде фильтрлар бар ма? Бүкіл қолға алынған тапсырыстардың бәрі мынандай архивтегі мәзірге кетеді. Мынаны басасыз, мына жерден фильтрден таңдап. Әр клиенттің қолына жеткен тапсырыстар мына жерде қолына табысталды, баяғы тапсырыстың статусы аяқталды деп мына жерден шығады. Яғни бұл клиентке тағы да екінші хабарламаны жібересіз. Мынаны басып қалғанда екінші хабарламаның ерекшелігі, онда айтады: құрметті клиент, сіз біздің тауарымызды алыпсыз, біз риза болды деген ойдамыз баяғы. Егер қиын болмаса, пікір қалдыруыңызды өтінеміз деген сияқты өтініш береді. Ол жерде сілтеме болады, ол сілтемені сіздің клиентіңіз басып қалғанда автомат түрде оның Каспий қосымшасы ашылады да, онда 5 жұлдыз шығады, клиентіңізге жақсы пікір қалдырып сақтау деген батырмасын басса жеткілікті. Яғни осы парақтың негізгі функционалы осында жатыр. Екі түрлі хабарлама жібересіз, тапсырыс алынған кезде және тапсырыс клиенттің қолына табысталған кезде. Бар болғаны екі тілді таңдап сол батырманы басасыз, болды. Ұялы телефонмен де, компьютер арқылы да бұл қызмет жұмыс істейді. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.